Сәлем достар, бізде бүгін алгебра 10 сынып қайталауға арналған есептер 5-ші есепті шығарамыз. Бізде теңсіздікті квадраттық функцияның графигі арқылы және интервалды әдісі арқылы шығару есебі берілген. Бұл есепті шығару үшін біз мынандай формуланы пайдаланатын боламыз. Бұл формуланы экранда скринда алсаңыздар болады, есеп барысында мен түсіндіретін боламын. Есепті шығаруға кірісейік. Бірінші біз мына теңсіздікті шығару үшін алдымен дискриминант тауып аламыз. Дискриминант дегеніміз ол b квадрат, яғни теңсіздікті бірден белгілесек, мынау a, бұл b, бұл c. b квадрат дегеніміз 3-тің квадраты 9 минус 4ac, яғни 4a дегеніміз 1-ге тең, c дегеніміз минус 18-ге тең, минусын бірден алдына шығарып жіберейік, плюс қалып көбейту 18. Бұл тең болады 9 плюс 72 болады. Тең болады 81. Енді x1 мен x2-ні табамыз. x1-дің формуласы минус b, яғни минус b дегеніміз 3-ке тең, ол минус 3 болады. Плюс түбір астында дискриминант 81-ге тең, бөлінген 2a. 2a дегеніміз 1-ге тең, оны көбейтпей ақ қойсақ болады. Сонда минус 3, 81-дің түбірі 9-ға тең, бөлінген 2, 6 бөлу 2, 3-ке тең. x2-ні табамыз. x2 тең болады. Мына таңба минусқа өзгереді енді. Яғни минус 3, минус 9 бөлінген 2. Мына жерде минус 12 шығады, оны 2-ке бөлсек минус 6 болады. Енді осыны графикке сызып көрейік. X осінен 3 пен 6-ны белгілейміз. 3 дегеніміз бізде мына нүкте. Енді нүктені белгілеу үшін қараймыз, таңба бізде қатаң берілген. Қатаң болғаннан кейін ол нүктеміз ашық нүкте болады. Мына жерден 3-ті белгілейік және сол жағынан минус 6-ны белгілейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Минус 6-мызда нүктесі ашық нүкте, минус 6 мына жерден жүреді. Енді параболаның тармағы жоғарғы қараймы, әлде төменге қарайды ма, оны білу үшін біз мына a-ның таңбасын қараймыз. a бізде плюс таңбамен беріп тұр. Сондықтан біздің параболамыз жоғарғы қарайтын болады. Яғни сызамыз, параболамыз осылайынан өтеді. Енді біз таңбасын анықтаймыз. Мына оң жақтағы бірінші оң жақтан таңбаны анықтап алсақ болды, ол одан кейін жаңағы очередпен бөлініп кете береді. Оң жақтағы таңбаны анықтау үшін мысалға 4-ті беріп көрейік. 4-тің квадраты 16 плюс 3-ті 4-ке бөлсем 12, 12 плюс 16 ол 28, 28-ден 18 алсақ 10, 10 деген оң сан. Сондықтан бұл плюс болады. Ары қарай алмасып кете береді, минус, плюс болып кетеді. Енді біз мына параболаның аймағын анықтау үшін, теңсіздіктің аймағын анықтау үшін жаңағы формуламызға қайтып келеміз. Біз қараймыз. Бірінші дискриминантымыз бізде 0-ден үлкен болып тұр. Яғни мына жерден дискриминант 0-ден үлкен деген колонканы тауып аламыз, 0-ден үлкен. Одан кейін теңсіздікті қараймыз. Теңсіздігіміз кіші 0-ден деп тұр. Яғни мына жерден табамыз. Теңсіздігіміз кіші 0-ден деген ол мына жер. Яғни дискриминант үлкен 0-ден, теңсіздігіміз кіші 0-ден болған жағдайда бұл анықталу облысы x-тің x1 мен x2-нің аралығы болады. Яғни бізде мына жерде x1 дегеніміз минус 6, минус 3. Біздің анықталу облысымыз минус 6-дан 3-ке дейін болады екен. Бұл бірінші әдіс. Екінші әдіс бізде интервалды әдіспен шығару берілген. Біз осы теңсіздікті жазып, минус 18 деп, тең болады 0-ге деп жазып аламыз мына теңсіздігімізді. Осыдан бізде x1 мен x2-міз өзі шығып тұр. x1-міз 3-ке тең, x2-міз минус 6-ға тең. Осыны енді жазықтыққа саламыз. Белгілейміз минус 6, 3, нүктелер бізде ашық нүкте болады, себебі таңба қатаң болғаннан кейін. Жаңағыдай оң жақтағы таңбаны анықтаймыз. Ол оң жақтағы таңбаны анықтау үшін біз мына x-тің таңбасына мән беруімізге болады. X-тің таңбасы плюс болса, біздің оң жақтағы таңбамыз плюс болады. Плюс, минус, плюс болып кетеді. Енді қараймыз мына жерде. Біздің таңбамыз кіші 0-ден деп тұр. Сондықтан бізде ол минус аралықтарын қарауымыз керек. Сонда біздің жауабымыз минус 6 мен 3 болады екен. Біздің жауаптарымыз бір-бірімен сәйкес келді.
Келесі екінші есепті шығарайық. Бірінші біз мына x квадраттың алдындағы минус таңбасынан арылуымыз керек. Сол үшін біз мына теңсіздіктің барлығын минус 1-ге көбейтеміз. 5x квадрат плюс 12x минус 17. Таңба ауысады. Минус 1-ге көбейткенде кіші немесе тең 0-ден болады. Енді дискриминант табамыз. Дискриминант тең болады b квадрат, яғни 12-ның квадраты 144. Минус 4асы, 4 яғни көбейтілген 5 көбейтілген минус 17, минусын алдына шығарып жіберіп, плюсқа айналдырып жібереміз. 17 тең болады. Сонда 144 плюс мына жерден 340 шығады. Ол тең болады 484-ке. x1 мен x2-ні анықтаймыз. x1 тең болады. Минус b деп отырғанымыз минус 12 плюс түбір астында дискриминант бөлінген 2a. 2a дегеніміз ол 5-ке тең. Тең болады минус 12, 484-тің түбірі 22-ге тең, плюс 22 бөлінген 10. 22 минус 12 ол 10-ға тең, 10-ды 10-ге бөлсек 1 болады. x2-ні табайық. Ол мына жерде таңба ауысады. Минус 12, минус 22 бөлінген 10. Бұдан бізде минус 34 бөлінген 10 болады. Бұны 2-ке қысқартып жіберетін болсақ, минус 17 бөлінген 5. Бұны бөліп жіберуге болады. 17-ні 5-ке бөлгенде минус 3,4 шығады. Енді осыны графикке салайық. Біз бірді белгілейміз, бірді енді таңбаны қараймыз. Таңба бізде қатаң емес, үлкен немесе тең деп тұр. Сондықтан біздің таңбамыз боялған таңба болады. Мына жерде бірді белгіледік. Енді минус 3,4-ті белгілейтін болсақ, ол шамамен 1, 2, 3, 3 жарым шамамен осы жерде болады. 3,4. Енді мына параболаның тармағы жоғарға немесе төменге қарайтын білу үшін біз ең бірінші берілген теңсіздікті қараймыз. Теңсіздік бізде бірінші a-мыз минус таңбасымен беріліп тұр. Сондықтан параболамыз тармағы төменге қарайтын болады. Параболамыз осылай өтеді. Енді таңбаларын анықтаймыз. Оң жақтағы таңбаны анықтау үшін біз мысалға мына жерде 2-ні беріп көрейік. 2-ні берсек 2-ның квадраты 4, оны минус 5-ке көбейтсек минус 20, 2-ні 12-ке көбейтсек минус 24, минус 20 плюс минус 24, минус 44, оған 17-ні қосатын болсақ, 44-тен 17-ні алғанда минус 27. Яғни таңбамыз минус, сондықтан біздің оң жағымыз минус болады, ортасы плюс, мына жағы минус болады. Енді осының жаңағы x-тің мәндерін анықтау үшін жаңағы формуламызға кері келеміз. Біз қараймыз, дискриминант бізде 0-ден жоғары, яғни мына колонканы аламыз 0-ден жоғары. Енді біз мына ең бірінші берілген теңсіздік емес, бізде a минус болып тұрған мына a-ны плюске айналдырған теңсіздікті қараймыз. Неге? Себебі бізде мына жерде условие беріліп тұр. a 0-ден жоғары болған жағдайда деп тұр. Сондықтан мына теңсіздікті қараймыз. Осы теңсіздік бізде кіші немесе тең 0-ден деп тұр. Осы жерден табамыз. Мына теңсіздік кіші немесе тең 0-ден болған жағдайда x-іміз x1 мен x2-ның аралығын қамтиды. Яғни параболаның ішкі аралығын қамтиды. Мына жерді аралықты қамтиды. Сонда біздің жауабымыз тік жақшамен жазамыз. Минус 3,4-тен 1-ге дейін тік жақша. Неге тік жақша? Себебі біздің нүктелеріміз боялған. Неге нүктеміз боялған? Себебі біздің таңбамыз қатаң емес. Келесі интервалды әдісімен шешіп көрейік. Осыны минус 5x квадрат минус 12x плюс 17 деген теңсіздігімізді тең болады 0-ге деп алып аламыз. Осыдан бізде мынаны шешіп керек емес, бізде барлығы шешіліп тұр. x1-іміз бізде 1-ге тең болып тұр. x2-іміз бізде минус 3,4-ге тең болып тұр. Осыны жазықтыққа саламыз, белгілейміз. Боялған нүктелермен минус 3,4 болады. Мына жерде 1 болады. Енді таңбаны анықтаймыз. Таңбаны анықтау үшін біз a-ның мәніне, таңбасына мән береміз. a бізде минуспен берілген. Сондықтан бізде бірінші минус жүреді, плюс жүреді, минус жүреді. Енді мына ең бірінші берілген теңсіздіктің таңбасы бізде бастапқы берілген үлкен немесе тең деп тұр. Яғни біз плюс аралықты қараймыз. Минус 3,4 пен 1-дің аралығы шықты. Сонда бізде шешіміміз минус 3,4 пен 1-дің аралығы болды. Біздің мәндеріміз бір-бірімен сәйкес келді. Келесі үшінші есепті шығарайық.
Бұл жерден де дискриминант табамыз. Дискриминант тең болады b квадрат, яғни 1 минус 4 көбейту ac көбейту 6 көбейту минус 5, минусын шығарып жібереміз, плюс 5 болады. Бұдан тең болады, мына аралықта бізде 4 көбейту 6 бұл 120 болады. 120-ға 1-ді қосқанда 121 шығады. x1 мен x2-ні табайық. x1-іміз деген минус b, яғни минус 1 беріп тұр. Ол кері таңбамен плюс 1 болады. Плюс түбір астында 121 бөлінген 2 көбейту 6, ол 12 деп бірден жазып жіберейік. Бізде 1 плюс 121-дің түбірі ол 11 бөлінген 12. 12-ні 12-ге бөлсек 1-ге тең болады. x2-ні табамыз. x2 тең болады, таңба ауысады. 1 минус 11 бөлінген 12 тең болады минус 10 бөлінген 12. Бұны біз 2-ге қысқартатын болсақ, минус 5 бөлінген 6 болады. Енді осыны графигін тұрғызамыз. Оң жағынан 1-ді белгілейміз. Таңба нүкте бізде таңба қатаң болғаннан кейін нүкте ашық болады, 1-ді белгілейміз. Және минус 5 бөлінген 6 деген шамамен ол 0,183. 0,183 деген шамамен осы жерде деп белгілейік. Ашық нүктемен 0,5 бөлінген 6 деп. Енді параболаның тармағын қараймыз. Бізде a'мыз оң таңбамен беріліп тұр, сондықтан параболамыз біздің жоғарыға қарайтын болады. Таңбаны анықтаймыз. Мысалға оң жақта 2-ні беріп көрейік. 2-нің квадрат 4, 4-ті 6-ға көбейтсем 24, минус 2 22, минус 5 17. Яғни бізде оң сан шығып тұр. Оң таңбасын белгілейміз. Мынау минус болады, мынау плюс болады. Енді жаңағы формуламызға келеміз. Бізде дискриминант оң санды колонкасын аламыз. Теңсіздігіміз үлкен 0-ден деп тұр. Яғни табамыз, мына теңсіздігіміз үлкен 0 болған жағдайда біздің шешіміміз минус шексіздіктен x1-ге дейін, x2-ден плюс шексіздікке дейін. Яғни мына параболаның сыртқы аймағын қамтиды. Бұл минус шексіздіктен 5 бөлінген 6-ға дейін, 1-ден плюс шексіздікке дейінгі аралықты қамтиды. Яғни жазамыз. Бізде минус шексіздіктен минус 5 бөлінген 6 жақшамыз жай жақша болады. Себебі бізде таңбамыз қатаң, біріккен 1-ден плюс шексіздікке дейін болады екен. Енді интервалдар әдісімен шығарайық. Осы теңсіздігімізді тең болады 0-ге деп алып аламыз. x1 мен x2-міздің мәнін жазып аламыз. x1 1-ге тең, x2-міз минус 5 бөлінген 6-ға тең. Осыны жазықтыққа саламыз. Ашық нүктемен минус 5 бөлінген 6, мына жерде 1. Енді таңбасын анықтаймыз. Бізде a-ның мәні таңбасы плюс таңба, сондықтан бізде бірінші плюс жүреді, минус жүреді, плюс жүреді. Енді бізде берілген теңсіздік үлкен 0-ден деп тұр, сондықтан біз плюс жақтарын қараймыз. Яғни плюс жақтары бізде плюс шексіздік, 1-ден плюс шексіздікке дейін, және минус шексіздіктен минус 5 бөлінген 6-ға дейін жазайық. Минус шексіздіктен минус 5 бөлінген 6-ға дейін, біріккен 1-ден плюс шексіздікке дейін. Біздің мәндеріміз бір-біріне сәйкес келді.